Сәлеметсіздерме оқушылар, бүгін Қазақстан тарих пәнінен жаңа бөлімге тоқталамыз. Сақтар, ал сабақтың тақырыбы сақтар туралы тарихи мәліметтер. Оқушылар, бізге осы тақырып 2 сағатқа берілген. Бүгін бірінші сабағын өтеміз. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: қандай тарихи дерек көздері сақтар туралы мәлімет береді? Сабақтың мақсаты ежелгі грек деректерімен танысу, ежелгі парсы жазбаларын оқып білу. Деректер бойынша сақтар тарихын зерделеу. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Ежелгі көшпелілердің дүниетанымы туралы білдіңіздер. Оқушылар ең алдымен білімнің сайтын пайдаланып, сақтар туралы тарихи мәліметтерге байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Сақтар туралы қандай деректер сақталған? Жазба деректерде сақтар туралы не айтылады? Грек авторы Геродот сақтар туралы қандай дерек қалдырды? Парсы деректері сақтар туралы не дейді? Сақтардың басқа елдермен соғыстары туралы қандай деректер сақталған? Бехустун сына жазуы мен Авеста туралы қандай мәліметтер бар? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Сақтар туралы қандай деректер сақталған? Сақ бірлестіктері туралы жазба деректер екіге бөлінеді. Бірінші, грек авторларының жазба деректері Геродот, Ксенофонт, Птоломей. Екіншісі, парсы сына жазулары, Бехустун сына жазуы тағы басқалар. Жазба деректерде сақтар туралы не айтылады? Мысалы, ежелгі гректер сақтарды дұшпанға қатал, досқа адал, және сақтар әлемдегі ең әділ, ең шыншыл халық деп сипаттайды. Грек тарихшылары сақ тайпалары туралы олардың жерлеу ғұрыптары, әдет салты мен күнделікті тұрмысы ұқсас болған деп жазады. Ежелгі грек авторлары сақтарды азиялық скифтер деп атаған. Грек авторы Геродот сақтар туралы қандай дерек қалдырды? Грек авторы Геродот сақтарды массагеттер деп атаған. Ол сақтар туралы қыс кезінде ағаш үйлерде тұрады және киімі мен өмір сүру дағдысы скифтерге ұқсас. Олар егін екпейді, үй малдары мен өзеннен аулайтын балықтарды азық етеді, сүт ішеді деп жазған. Геродот сақ жерінде парсы патшасы Кирдің қаза тапқаны туралы мәлімет жазып қалдырған. Тарих атасы деп аталған Геродот ежелгі дәуірдегі грек тарихшысы, әйгілі тарих кітабының авторы. Ол шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 484-425 жылдары өмір сүрген. Геродот көрген, естіген, оқыған материалдарын жинақтап, тарих атты үлкен еңбек жазып қалдырды. Кейіннен Александриялық ғалымдар оның еңбегін 9 музаға сәйкестендіріп, 9 кітапқа бөлген. Геродот өз кітаптарында қандай оқиғаларды сипаттаған? Геродот алғашқы 4 кітабында Лидия, Мидия мемлекеттері, Ахемен әулеті жөнінде жазып, олардың Мысырға, Вавилонға, сақтарға қарсы жорықтарына тоқталады. Қалған 5 кітабы грек-парсы соғысына арналған. Біздің заманымыздан бұрынғы 5 ғасырдың ортасында жазған тарих атты 9 томдық еңбектің 4 томында тұңғыш рет антикалық әдебиетте скифтердің географиялық орналасуы, саяси тарихы, әдет ғұрпы, тұрмысы суреттеледі. Сақтарды Геродот нақты қалай сипаттайды? Геродоттың айтуынша, сақтар скиф тайпалары, бастарына тік тұратын, төбесі шошақ, тығыз киізден істелген бөрік және шалбар киген. Олар садақ, қысқа семсер және айбалтамен қаруланған. Тамаша атқыш жауынгерлер болған. Оқушылар, бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, қысқаша конспект оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Ой қозғау. Ребусты шешіңіздер.
Окуучулар ой козгооду орундап болсоңуздар, келесі тапсырмамызды орындайык. Тапсырма: сактар тууралуу жазба деректи белгилеңиздер. Дурус жооп саны 2. Окуучулар тапсырманы орундап болсоңуздар, бүгүнкү биздин сабак аякталды. Сау болуңуздар.